Достар, бүгін сіздермен марокканский шай дайындаймыз. Оған бізге керекті заттар: көк шай, 2 шай қасық көк шай керек, 2 шай қасық каркаде шайы, 10-12 тал гвоздика, туралған жарты апельсин, кептірілген алма азырақ, және де боярышник, және мына жерде шиповник бар. Екеуін араластырып, жуып, жақсылап салып қойдым тарелкаға. Енді біз шай қасықтың ұшымен аз ғана корица қосамыз. Одан кейін бізге қажет набат, алма және лимон қажет. Мына жерде түрік лимоны кішкене қышқылдау болады. Ташкентский лимон болса, ол өте жақсы, тәтті. Және де азырақ қант керек. Лимонымызды, алмамызды жақсылап жуып алдық. Енді турауға кірісеміз. Тарелкамызға салып аламыз. Енді лимонымызды турап аламыз. Бұл жерде лимонды өте көп салмаймыз, өйткені қышқыл болып кетеді. 1-2 лимон жетеді. Енді шиповник пен боярышникті саламыз. Оның үстіне кептірілген алманы саламыз. Одан кейін туралған апельсинімізді саламыз. Набатты салып алдық. Артынан алманы саламыз. Сымызға сыйғанша саламыз. Өте көп салудың қажеті жоқ. Шайымызды салдық. Көк шайымызды салып жатырмыз. Гвоздика салдық. 12 тал. Енді азырақ корица саламыз. Шай қасықтың ұшымен саламыз. Сәл ғана. Қант саламыз үстіне. 2 ас қасық салсақ жетеді. Үстіне қайнаған суымызды құйып 10-15 минут
қойып қоямыз. Жапырағында қосамыз. 3 жапырақ. Қайнаған суымызды қоямыз. Алдымызда жаз мезгілі келе жатыр. Өте дәмді, шөлді қандыратын шай. Сіздер де жасап ішіп көрсеңіздер болады. Егер де видеомыз ұнаған болса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.